Баршаңызға сәлем достар. Мен сіздерге ауызда еритін өте дәмді үгітілмелі қамырдан пирог дайындап көрсетемін. Ендеше бастаймыз. Ыдысымызға 300 грамм ұн, 50 грамм қант және де бөлме температурасында тұрған 150 грамм сары май, 10 грамм көпжеткіш қосамыз. Қолымызбен жақсылап араластырып, крошка жасап аламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл пирогны кез келген қыз келіншектер жасай алады. Егер де видео ұнаса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де рецепті сақтап алып, достарыңызға таратып қойыңыздар. Достар, қиын болмаса, комментария жазып кетіңіздер. Қай қаладан менің каналымды көріп отырсыңдар. Маған қызық. Міне достар, сары май мен ұннан крошкамызды да жасап алдық. Енді начинкамызды дайындап аламыз. 500 грамм сүзбеге 100 грамм қант ұнтағын қосамыз. Қаймақ 100 грамм, 2 жұмыртқа, ванилин қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Егер де сізде миксер болмаса, венчикпен немесе блендермен араластырып алсаңыз да болады. Бұл пирогты дайындау қиын емес, өте оңай. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Миксердің көмегімен жақсылап араластырып алдық. Міне достар, миксер көмегімен начинкамызды дайындап алдық. Енді формамызды дайындап аламыз. Формамызды майлап, алдын ала дайындалған үгітілмелі қамырымызды, яғни крошкамызды екіге бөліп аламыз. Крошкамыздың бір бөлегін формаға салып, әдемілеп, тегістеп жайып аламыз. Міне үстіне начинкамызды құямыз. Мен начинканың үстіне шиет жемін қостым. Ал сіз кез келген жем, варенье қоссаңыз болады. Бетіне қалған крошкамызды жайып шығамыз. Печкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. 170 градуста қызып тұрған печкамызда 40-45 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Міне пирогымыз дайын. Толықтай суыған соң формадан шешеміз. Қараңыздаршы, қандай керемет, жұмсақ, тәтті пирог болып шықты. Бұл пирог баршаға ұнайды деп ойлаймын. Үлкен кісілерге де және балалар өте жақсы көреді. Рецепті сақтап алып, достарыңызға таратып қойыңыздар. Құрметті достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қыз келіншектерге айтарым, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау аман болыңыздар.